Қайырлы күн, тыңдарман. Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары? Қазіргі таңда қазақ тілінде ауызекі сөйлеу кезінде кейбір сөздер қате айтылып жүр. Тіпті бұл сөздерді қате жазып жүргендер де кездеседі. Мысалға алатын болсақ, балдар, дұрыс нұсқасы балалар. Айландыру, дұрыс нұсқасы айналдыру. Маңлай, дұрыс нұсқасы маңдай. Таңлай, дұрыс нұсқасы таңдай. Рез, дұрыс нұсқасы рет. Күлкінішті, дұрыс нұсқасы күлкілі. Қолбақ, дұрыс нұсқасы қолғап. Алдыға, дұрыс нұсқасы алға. Дүз, дұрыс нұсқасы жүз. Сауатты сөйлеу деген ұғымның мағынасы терең әрі кең. Сауатты сөйлеу ол мәдениеттіліктің белгісі. Олай болса, тілімізді шұбарламай, дұрыс сөйлеуге тырысайық.